Жалпы біз өзіміз әдемі халықпыз ғой. Міне сіздерге қарап отырсам, біз негізі әдемі халықпыз. Бәлкім маған қарап не может быть деп тұрған шығарсыздар, мен сіздерге қарап айтып тұрмын. Бізде артық ештеңе жоқ қой. Артық ештеңе жоқ. Бәрі бізді әдемі жаратқанда біз. Әр нәрсе өзінің орнында. Көз, мұрын, ерін, құлақ, аяқ ештеңе жоқ. Біздің мысалы әр ұлтты қарасаң бір кемшілік бар. Мен күліп тұрған жоқпын, бәрі енді Алла тағаладан жаратсын. Бірақ дей тұрғанмен біздің қазақта, мысалы Қытай, Корея, Японияның көздерін алсаң, оларды бүйтіп сығырайып тұрады. Сығырайып тұрады. Біздің кәм ұйқыдан тұрғандағы көзіміз секілді. А біздің қазақтың көздері күннен неше рет өзгереді десеңіздерші. Таңертең ұйқыдан тұрып жұмысқа былай барамыз, бастық шақырып жатыр десе, ана көз автоматически доптамалақ болып кетеді. Біздің қазақтың көзі басқа ұлттың көзіне қарағанда біздің көз лазер ғой. Кәдімгі бар ғой, біз кішкентай күліп отырған балаға көз тиген кезде кәдімгі ауырып жібереміз біздің көздер. Кетіп жатқан қызды құлата саламыз біздердің. Көз деген бізде кәдімгі керемет бар ғой. Біздің қазақта ғана басқа ұлтта жоқ ондай. Біз айтамыз тек, қай көзім тартып тұр дейміз да біз. Мына көзім десе, біреу мен жамандап жатыр деп отырамыз да біз. Біреу мен жамандап жатыр. Қытайстардың көздері вечно былай тартылып тұрады да, оларды ешкім мақтамайды ау деймін әйтеуір. Әлем жамандап жатыр оларды. Анау китайский, мынау китайский, ішіп жатқан тамақ, киім бәрі китайский. Бізді арасында бір жамандап қоятын шығар, өйткені біз бүйтеміз, қай көзін тартып тұр дейміз да. Қазақтың миын алып қарасаңыздар, қазақтың миы, ой, керемет қой енді бар ғой. Негізі біз айтамыз ғой, мынандай кең байтақ жерде тұрып жатырмыз. Қазақ болып туылғанымызға қандай мақтанамыз да біз, қуаныштымыз. Біздің қазақтың миы да сүй деп айтады екен ғой. Қазақтың миы болғанымызға қандай бақытты бізге дейді. Рахат қой біздің милар, ештеңе істемейді, спокойно жатыр да бүйтіп жаңағы. Басқа ұлттың милары деген бейт бірдеңе ойлап, неше түрлі нәрселер шығарып, не бір нанотехнологиялар. Біз миымызды ойламақ түгіл ешкім жақындатпаймыз біздер. Біреу бізге бір әңгіме айтып жатса, біз айтамыз, миымды ашпашы дейміз де біз. Біздің милар соны біліп алған ба, ештеңе ойлағысы келмейді бар ғой. Бәрі бізді қазір ешкім жақындатпайды дейді. Басқа ұлттар неше түрлі технология тауып жатыр, нанотехнологиялар тауып жатыр. А біз ештеңе ойлағымыз келмейді. Біз мынамен шешіп тастаймыз, мәмә деген технологиямен шешіп тастаймыз. Ешқандай миымызды қатырғымыз келмейді. Сол біздің милар кәдімгі рахат жатыр ғой. Пульт ұстап алып, телевизор қарап, аяғын аспанға іліп қойып жүр. Неше жыл болды деймін да. Мысалы біздің мұрынды алып қарасаң, мұрын. Вот грузиндердің мұрнын алып қарасаңыздар кәдімгі. Олардікі бүйтіп алдына қарай шығып тұрады. 3D олардікі кәдімгі. 3D форматта. Біздікі плоский экран. Кәдімгі біздікі жидкий кристаллический біздікі. Мына қыс басталса, көктем біткен кезде біздің мұрындарымыз жидкий болады да жүреді өзінен өзі. Кристаллический болып жаңа. Құлақты айтам да. Құлақ біздің басқа ұлттың құлағына қарағанда бізді табиғи біздің құлағымызды әдемі жаратқан. Біздің құлақ біз отырған жерде естиміз деп ойламаймыз. Бізді солай жаратқан ғой. Біз мына 1 километр жерде не айтылып жатыр, біз соның барлығын біз құлаққа өзі кіріп атады бізде. Бізді табиғи құлағымызда Wi-Fi бар. Bluetooth экпорт біздің құлағымызға ендіріп қойған кәдімгі. Айтылып жатырған сөздің барлығын біз естіп, құлақтың ішіндегі папкаларға сақтап, керегімесін корзинаға лақтырып, керегін өндеп, оны кәдімгі көбейтіп, құлақтан кіріп, тіл арқылы WhatsApp-пен жіберіп отырамыз біздер кәдімгі. Біздің тіл қандай? Қазақтың тілі әлем бойынша ең керемет тіл болып аталған. Ғалымдар айтқан. Өйткені біздің тілдің кереметтігі соншалық, тіпті кейбір қазақтардың өздері сөйлей алмай жүр өз тілінде. Біздің тіліміз кереметті кәдімгі. Мысалы, біздің мойнымызды алсаңыздар, қазақтың мойындай мойын жоқ. Біздің мойында не жоқ десеңіздер. Біздің мойында бала-шаға, біздің мойнымызда кәдімгі ата-ана, біздің мойнымызда қаншама кредит бар. Біз бәрін арқалап жүре береміз де. Біздің мойнымыз жуан ғой шіркін. Мен таңғалатыным біздің өкпеміз кішкене ауыратты. Әр нәрсеге өкпелеп қала береміз. Бәріне өкпелей береміз. Жүректі ауыртпаймыз. Жүректі ауыртпаймыз. Қоғамда қанша оқиға болады, қараймыз да жүрек ауырмайды. Өкпелейміз. Өкпелейміз. Сондықтан да өкпелемейік, жүректі ауыртайық, мына миды оятайық.